Сәлем достар, бүгін сіздермен шелпек нан пісіреміз. Видео ұнаса лайк басып, жаңадан рецепт журналын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін тұз саламыз, шекер саламыз, бір жұмыртқа салып араластырамыз. Ұн қосып, шамалы су қосып, қамыр елейміз. Қамырымызды илеп алып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз 15 минуттай тұрғаннан кейін 7 немесе 9 бөлікке бөлеміз. Бөлікке бөліп, оны доңғалатып шығамыз. Барлық қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қазанымызға сұйық май құйып, қыздырамыз. Шелпек нанымызды екі жағын қызарып, қуырып аламыз. Шелпек нанымыз дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, жаңадан рецепт жібермесін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.